Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде әдебиеттік оқу пәні бойынша 3-ші сыныптың 64-ші сабағы. Сабақ тақырыбы ғұлама ғалым. Ендеше сабағымызды бастайық. Бірінші тапсырма: Әл-Фараби туралы не білесің? Ол туралы қандай шығарма оқығанды есіңе түсір? Әбу-Насыр әл-Фараби, Әбу-Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммад Тархан ибн Узлағ әл-Фараби әт-Турки 870 пен 950 жылдар шамасында әлемге әйгілі ойшыл, пәлсапашы, әлеуметтанушы, математик, физик, астроном, ботаник, лингвист, логика, музыка зерттеушісі. Отырар қаласында туған. Келесі тапсырма: аңызды түсініп оқы. Сағыныш сазы. Шам шаһарында тұрғанда Әбу-Насыр әл-Фараби бір жағынан патшаның бау-бақшасын күтіп баптаса, екіншіден қолы бос кезінде өлең жазумен шұғылданыпты. Бақшадағы хауыз жанында кілемше үстінде құс жастыққа шынтақтаған ол ой үстінде отырады. Мәуе ағаштарының бұтағына қонған бұлбұл құстар сайрап тұрады. Ол омырауына түскен салы сақалын сипап отырып, мына бір шумақтарды қағаз бетіне түсіріпті: кеткенім жоқ елім сенен атақ бақыт тақ іздеп, шықтым жұртым шалғай жаққа ғалым атты шам іздеп. Ақтадым мен ақ сүтіңді келгенше шамамның, ассамдағы 80 жастан сәбиіңмін балаңмын. Жүзім сынық көңілсіз күйге түстім мен бүгін, саған деген серпе алмаймын ынтызарлық түндігін. Айналайын атам қыпшақ туған жерім сағындым, өз атыңа үрметіңе қайда жүрсем табындым. Бұл жылдар әрі ғалым әрі шайыр бабаның жасы 80-нен асқан шағындағы туған еліне деген сағыныш сазы болса керек. Бұл жерде шаһар, қала деген мағынаны білдіреді. Ынтызарлық, сағыныш, құштарлық, үрмет, атақ, даңқ, құрмет, шайыр, суырып салма, ақын дегенді білдіреді. Келесі тапсырма: 3-ші мәтіннен әл-Фараби отырған бақша суреттелген тұстарды тауып оқы. Осы үзінді бойынша қандай сурет салар едің? Мәуе ағаштардың бұтағына қонған бұлбұл құстар сайрап тұрады. Сол туралы сурет салар едім. 4-ші сұрақ: ғажайып бақта отырған әл-Фараби неге көңілсіз деп ойлайсың? Ғажайып бақта отырған әл-Фарабидің көңілсіз болу себебі оның жасы 80-нен асқан шағындағы туған еліне деген сағыныш сазы. Мына балалар сұраққа жауап бердік. Екі сұраққа. Келесі тапсырма: 5-ші тапсырма. Мынандай топтарға бөлініп әл-Фараби туралы сөйлеуге дайындалыңдар. Ғалым, ақын, ойшыл. Әбу-Насыр әл-Фараби әлемге танымал ойшыл, философ, социолог, математик, физик, астроном, ботаник, логика, музыка зерттеушісі. Отырар қаласында дүниеге келген. Әл-Фараби суреті Қазақстанның ақша белгілеріне де түсірілген. Міне балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ соңына дейін болғандарыңа рахмет. Сау болыңдар.